Жалпы мемлекеттік қызметтің тұтқасын чемпиондарға, спортшыларға ұстатуды қою керек деп ойламайсыз ба? Не дегенмен оқуын оқып, мемлекеттік саясатта қызмет істемеген спортшыдан басшы шығу қиын сияқты, бөлім меңгеруші, жетекші маман сияқты төменгі сатыдан өтпей бірден басшылық орынға отырғызу қаншалықты дұрыс? Спортқа басшы тағайындауда чемпиондықты басты артықшылыққа айналдырмау керек деп ойламайсыз ба? Сұрағыңызға рахмет, Аршат. Бүгінгі күні әр салада мемлекеттік қызметке тұрса да, әр маман бірнеше қағидалардан өту керек. Бүгінгі күні спорт саласында тағайындалып жатқан мамандар, сол мемлекеттік қызмет баспалдағынан өткен азаматтар, ол критерияларды өтпесе, мысалы, ешқандай спортшы болсын, ол үлкен жеңімпаз болсын, ешқандай қызметке тағайындала ала алмайды. Сондықтан арнайы өзінің қызметтік баспалдақтан өткен мамандар ғана тағайындала алады.